Сәлематсыздар балалар, 66-шы есебімізде көбейтінді түріне келтіріңдер дейді. Бірінші есебімізде 2а квадрат бұны шығаруға болады. Яғни, енді жақшаның ішінде 2а бұ шығып кеткен, азайтылған 3а квадрат шығып кетті, бұ қалады. Келесі есебімізде де 5x y-ті шығарып жіберуге болады. Жақшаның ішінде, яғни x, y-іміз шығып кеткен, 5-іміз. Бізде бір x қалды. Қосылған 2 5 10 2 қалады. Және x, y шығып кеткен, y-тің біреуі қалды. Келесі есебімізде 2-ні шығарсақ болады. m квадрат шығаруға болады екен. Және де енді шығара аламыз. Сонда жақшаның ішінде 7 болады. 7 емнің біреу шығып кеткен, ем азайтылған 10,5 болады. 21 болу үшін және ем квадрат шығып кеткен, еннің квадраты қалады. Үшінші есебімізде тағы да басқа тәсілдермен түрлендіруге болады. Келесі есебімізде 5-ті шығаруға болады. Және де үшеуінде де x бар болғандықтан x-ті жазып қойын, x-ті шығара аламыз. Енді жақшаның ішінде 5 шығып кеткен, 2 шыққан, енді x квадрат қалды. Азайтылған 3 5 15 3, 1 x-іміз шығып кеткен, x y болады. Қосылған 20, 4 5 24 болады. X-іміз шығып кеткен, y квадрат. Келесі есебімізде 2-ні шығара аламыз, және де y-ті шығара аламыз. Яғни жақшаның ішінде 2 шығып кеткен, y шықты, a квадрат қалды. Азайтылған 2 3 6. Яғни 3a y қалды, 1 y шығып кеткен. Және де 4 2 4-іміз 8. 8 y-іміз шығып кеткен, яғни 4 қана қалады. Келесі 6-шы есебімізде 3-ті шығара аламыз, және де a-ны шығара аламыз екен. Жақшаның ішінде 2 3 6, a шығып кетті, x қалды. Азайтылған 3 9 3, a-ның біреу шығып кетті, a қалды. Қосылған 3 5 15 5 қалады. A-ның біреу шығып кетті, x квадрат.